Бүгін біз индийский манты жасайтын боламыз. Ол үшін жақсылап қамыр елеп қоямын. Ең бірінші мен панделін жасағанша қамырым жақсылап қанып тұрады. Бір жұмыртқамен жақсылап елеп алдым қамырымды. Енді оны кішірек пакетикке салып қоямын, қанғанша. Оған дейін мен етімді тураймын. Менде жылқының еті, оны көбірек қуыратын боламын. Бәрін солонкаға турадым. Еттерімді турап біткеннен кейін бірден заттарымды аршуға кірістім. Редкамды, сәбізімді, үш картошкамды, бір пиязымды. Бәрін аршып болдым да, пиязымды турап қояйын дедім. Содан кейін ет ұзақ қуырылу керек қой деп етті қуыруға кірістім. Етті қуырып біткенше мен сәбізімді, редкамды, картошкамды солонкаға турап біттім. Сөйтіп бітем дегенше етім де қуырылып тұр екен жақсылап. Содан кейін пиязымды, редкамды, сәбізімді қуырамын бірге. Жақсылап қуыратын боламыз. Бәрін араластырып, содан кейін оған бұрыш, қызыл бұрыш, томат қостым, тұз қостым, приправалар қостым. Сөйтіп картошкамды да салдым да, бәрін астын басып, қатты басып қойдым да, ұзақ қуырдым. Бір 30-40 минуттай қуырдым. Содан кейін кішкене ғана су қостым. Ол подливым пісем дегенше мен нанымды жайып тастайын дедім. Бір ғана күлше болатын, оны жақсылап жайып алдым, жұқалап жайып біткеннен кейін, оған қазір мен май жағатын боламын. Май жағып жатырмын. Бәрін үлкен төртбұрышты қылып турайдым. Енді осыны подливтің үстіне салып пісіретін боламын. Міне бәрін салдым. Қақпағын жауып 20 минутқа қойдым. Міне индийский мантым дайын.